Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Кеңес одағы ыдырап, 1991 жылы Түркі республикалары тәуелсіздік алған кезде бұл елдер оларды исламдық тамырына қайта оралуға шақырған исламшылар мен оларды еркін нарықтық экономикаға көшуге шақырған батыс арасында бөлініп қалды. Ақырында бұл республикалар екі жақтың айтқанына құлақ аспай өз жолымен кетті. Сөйтіп, өздері туып өскен ескі коммунизмнің қатаң диктатурасына еріп, елдерін зайырлы диктатураға айналдырды. Сондықтан Түрк республикалары азғана ерекшеліктерді есепке алмағанда бір әулет билей бастады. Және елдің барлық байлығы осы отбасылардың рахаты үшін ойланбастан жұмсала бастады. Бұл елдердің ішіндегі ең нашар үлгі Түркменстан. Тәуелсіз Түркменстанның тұңғыш президенті Сапармұрат Ниязов сөздің шын мағынасында қу диктатор болды. Алдымен Ататүрк еліктеп, Түркменбашы фамилиясын алды. Ататүрк түрктердің атасы болса, Сапармұрат түркмендердің басы болды. Содан көшелерді, алаңдарды, фермаларды, су жолдарын, тіпті елдің 5 облысының біріне өз есімін берді. Заманауи мемлекеттерден мүлдем басқаша басқару тәсілге ие елде өте қысымшыл режим басқарылады. Елде сөз сөйлейтін бірден бір тұлға болса, ол да мемлекет басшысы. Монархия мен республика арасындағы жіңішке сызық болып табылатын сайлау Түркменстан республика етіп көрсеткенімен демократияның бар екендігі туралы айту мүмкін емес. Түркменстанның әлемдік демократия индексі бойынша 2016 жылғы баяндамасына сәйкес авторитарлық режим деп аталады. Түркменстан аталған есепте бағаланған 167 мемлекеттің арасында 162 орынға ие болды. Елде адам құқықтарының бұзылуы тоқтаусыз болады. Саяси шектеулер мен негізсіз тұтқындаулар қарапайым жағдайға айналған. Amnesty International ұйымының есебіне сәйкес Түркменстанда 1992 жылы 110, 1993 жылы 114, 1994 жылы 126 адам өлім жазасына кесілген. Сапармұрат өз билігін заңдастыру үшін сайлау өткізді, бірақ жалғыз өзі кандидат болды. 1994 жылғы сайлауда 99,9% дауысты жинап, өкілеттігін 10 жылға ұзартқанына қарағанда өте керемет президент болса керек деп ойлауыңыз мүмкін. 1995 жылға қарай елдегі 3000-нан астам орын Сапармұрат Түркменбашы есімімен аталды. Ашабад қаласының орталық саябағында Түркменбашының алтын жалатылған алып мүсіні орнатылды. Оның туған күні ұлттық мереке болып жарияланды. Сауатсыз болса да, өз жазған кітабына арнаған ойын-сауық саябағының қақ ортасында орналасқан күні-түні күзетшілер қорғаған бұл мүсінде оның қандай диктатор екенін сізге көрсетеді. Міне, сол Рухнаме деп аталатын кітап. Күн сайын кешкі сағат 20:00-де бұл кітаптың мұқабалары ашылып, дауыс зорайтқыштар арқылы таңдалған үзінді көпшілікке оқылады. Егер сізге Түркменстанда қолдануға болатын жүргізуші куәлігі қажет болса, немесе елдің ресми мекемелерінде жұмыс істегіңіз келсе, бұл кітапты жаттауыңыз керек. Мемлекеттің саясаты бойынша осы кітапты қатарынан 3 рет оқыған адамдарға жаннаттан орның деп аталатын сертификат беріледі. Президент жазған Рухнаме атты кітап бастауыш мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейін барлық оқу орындарында оқулық ретінде қолданыла бастады. Рухнаме енді Түркменстанда Құраннан кейінгі ең маңызды кітап болып саналды. Бір кездері Ниязовтың қулыққа барған сонша бастауыш мектептен бастап университетке дейін барлық оқу орындарында емтихан тапсыру үшін оның өмір баянын жатқа білуге мәжбүр етті. Сондай-ақ Ниязовтың айтуы бойынша Құдай оған кімде-кім сол кітапты оқыса жаннатқа кіреді деген екен. Ниязов кітапты барлық мешіттерде сақтауды бұйырған болатын. Мешіттің имамы немесе діни қызметкері оның бұйрығын орындаудан бас тартса, мешіт бұзылатын. Тіпті Түркменстанның ең үлкен мешіті Түркменбасы Рух мешітіне Рухнама мен Құран аяттарын жазуға дейін барды. Мұсылман халқы оны қатты сынға алды. Бірақ ешқайсысы ашық айтуға батылы жетпеді. Күнтізбедегі айлар мен күндердің аттарын өзгертті. Ата-анасы өте қарапайым адам болатын. Қайтыс болған ата-анасының мүсіндері жол айрықтары мен алаңдарда орнатылды. Ақындар, бардтар, әртістер президенттің мадақтайтын әндері жазып, орындаса, театр әртістері оның өмірін сыр шертетін пьесалар қоя бастады. Диктатор болудың ең керемет жағы Ниязов сияқты алып алтын мүсіндерді қалаған жеріңізге қоя аласыз. Биіктігі 12 метрлік мүсін күнге қарай бұрылу үшін қозғалады. Мүсін 75 метр биіктікте. Бұл Ниязовтың өзі үшін салған көп құрылыстың бірі ғана. 1999 жылы 28 желтоқсанда парламент Ниязовтың көзі тірісінде сайлау өтпеді деген заң қабылдап, жаңа бір жанжалға қол қойды. 2006 жылы 21 желтоқсанда Ниязов қайтыс болғаннан кейін Гурбангулы Бердімұхамедов Ниязовтың жаңа мұрагері ретінде жаңа президент болып аталды. 2006 жылы желтоқсанда Түркменбашы кенеттен қайтыс болғанда халық арасында өзгеріс күту мен үміт пайда болды.
Алайда елде ешқандай өзгеріс болмағандықтан бәрі басынан басталды. Бұл жолы жаңа президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың мүсіндері елдің түкпір-түкпіріне жайылып, оны мадақтаған романдар, фильмдер, театрлық қойылымдар, деректі фильмдер мен Ниязовқа қарағанда жас әрі агрессивті Бердімұхамедов жасөспірім сияқты өзін көрсетуге өте құмар басшы. Бірде сахнаға шығып, қолына гитарасын алып ән айтады. Бірде әскери киімімен қолына мылтығын алып, Қарақұмда оқ атып, Рэмбо ойнайды. Кейде спорт залында велосипедпен жүріп, баскетбол добын лақтырып, кейде NBA ойыншыларына еліктейді. Кішкентай елдің барлық байлығы бір адамның және оның отбасының рахаты үшін шашылып жатқанда, өздерін асырау үшін және отбасын лайықты өмірмен қамтамасыз ету үшін 100 мыңдаған Түркменстан азаматтары өз елінде жұмыс таба алмай, Ресейге, Түркияға және Парсы шығанағы бай елдеріне ауыр жұмыс істеуге барады. Жылқыға құмарлығымен танымал Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов ел астанасы Ашхабадта өзін ат үстінде бейнелеген алып мүсін тұрғызды. Билік 21 метрлік алтын жалатылған мүсіннің халықтың сұранысына байланысты салынғанын хабарлады. Бердімұхамедов 2014 жылы мүсін ұсынысы талқыланған күндері мүсіннің салыну себебін халқына қызмет еткені үшін деп мәлімдеді. Мен халқыма қызмет ету үшін бармын. Сол үшін олардың қалағанын жасап, өзімнің мүсінімді тұрғыздым, деді. Бердімұхамедовтың ақ қанатты мініп, халқына сәлем беріп жатқан бейнеленген мүсінге қорғаушы атағы берілген. Бұл есім шын мәнінде Бердімұхамедовтың бейресми титулы. Бердімұхамедовтың Түркменстанның мемлекет басшыларына берілген Түркменбашы атағынан басқа екі ресми атағы бар. Өткен сәуірде үкімет қаулысымен Бердімұхамедовке Түркменстанның ұлттық жылқышысы және шебердөке және тәлімгер атақтар берілді. Өзін жақсы шабандоз ретінде танытқан Бердімұхамедов 2013 жылы өзі қатысқан жарыста мәре сызығын кескен бойда аттан құлап кеткен еді. 2013 жылғы жарыста Бердімұхамедов аттан құлаған кезде мемлекеттік бақ бұл бейне жазбаны таратпады және қатысушыларға бейне жазбаларын өшіруді талап етті. Түркменстанда халық бұл сәтті есіне алуы екіталай. Бұл оқиға оның жылқыға деген сүйіспеншілігін әлсіретпеді. 2019 жылы ол жылқылар туралы рэп әнді жазып шығарды. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Астана Ашхабадтың қақ ортасында ұзындығы 6 метрлік алабай итінің мүсінін тұрғызды. Алабай иттеріне деген сүйіспеншілігімен танылған Түркменстан басшысы өткен жылы бұл иттер туралы кітап шығарған. Мемлекеттік бақ мүсіннің ақалтекемен бірге Түркменстанның мәдени мұралар тізіміне енген алабайлардың мақтанышы мен өзіне деген сенімділігін бейнелейді деп мәлімдеді. Мүсіннің құны туралы түсініктеме берілмеді. Алабайда бар Бердімұхамедов дос елдердің басшыларына жылқы немесе ит сыйлайды. Бұл басшылардың арасында Өзбекстанның бұрынғы басшысы Ислам Каримов, Ресей президенті Владимир Путин және Катар әмірі Шейх Тамим бен Хамед Аль-Тани бар. 2021 жылы Гурбангулы Бердімұхамедов Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылқы мен тазы сыйлады. Ол сонымен қатар жұмыстан тыс кездерінде жарқыраған көріністермен танымал. 2012 жылы соңғы минутта қатысуды өтінгеннен кейін елдегі тұңғыш автокөлік жарысында жеңіске жеткен кезде мінген жасыл Бугатти сияқты сәнді көліктерде жиі көзге түседі. Түркменстан мемлекеттік телеарнасы Алтын асыр арнасында көрсетілген кадрларда 1-10 қараша аралығында елде өткен ауыр атлетикадан 2018 жылы әлем чемпионатына қатысты. Министрлер мәжілісінде Бердімұхамедов алтыннан жасалған галдерді көтерген еді. Президент таяқшаны көтеріп күлімсіреп тұрғанда министрлер оған шапалақ соғып қошемет көрсетті. Әлемдегі жемқорлық деңгейі ең жоғары елдердің бірі ретінде Түркменстан әр ұйымда, экономиканың әр саласында кең тараған бұл мәселемен күресуде. Парақорлық қызметтің барлық түріне қол жеткізудің негізгі құралы. Мемлекетпен бизнес жүргізу және тығыз қарым-қатынасты сақтау үшін әмиянды үнемі ашық ұстау керек. Мемлекеттік басқару негізінен патронаттық желіге сүйенеді. Ірі жобалар президенттің мақұлдауын талап етеді. Бәсекелестік орта жоқ.
заңдар мен тексерүүлер жұмыс істемейді. Сыбайлас жемқорлықпен күресу деп аталатын нормалар бар, бірақ олар өте әлсіз. Және сыбайлас жемқорлықты тергеу тек саяси серпінмен ғана жүргізілуі мүмкін. Елдегі қазіргі президент Бердімұхамедов диктатурасының арқасында режимнің қарсыластары табиғи цензураны қолданады. Сондықтан Түркменстандағы сыбайлас жемқорлық туралы деректер жинау өте қиын. Сот жүйесі сыбайлас, тиімсіз және өте саясаттанған. Бердімұхамедов сот шешімдерін өзгерте алады. Полицейлер жауап беруден қорықпай-ақ жемқорлық жасай алады. Мемлекеттік қызмет көрсетуде пара беру ең жоғары деңгейде. Кәсіп ашқысы келетіндерден мыңдаған доллар пара алады. Табиғи ресурстарға келгенде де жағдайдың мүшкіл екені байқалады. Шетелдік инвесторлар негізінен табиғи газ және мұнай жобаларына бет бұрғанымен, бұл салаларда қоғамдық бақылау жоқ. Үкіметте мұнай газ саласы бойынша мәліметтер базасы жоқ. Лицензиялар туралы ақпарат берілмейді. Әрбір транзакция құпия түрде жүзеге асырылады. Мемлекеттік және үкіметтік жобалар монополист. Оның ішінде мақта мен бидайда кіреді. Бір видеоның да аяғына келдік. Комментарияларда келесі видео қандай тақырыпта болуын жазып кетіңіз. Пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Видеоға лайк басып каналға жазылып қойыңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.